достығын үлгі етемін. Олар жастайынан бері бірге достыққа адал әрі сақпайды көрдім. Жақсы. Тағы кім? Ал Нұрымжан. Мен өзіме Алима мен Арайдың достығын үлгі етемін. Себебі олар бір-бірін сатпайды, бір-бірін үнемі қолдап жүреді. Жақсы, қолдау білдіреді. Тағы да. Ал Көкен Алина. Мен Алиманың достығын үлгі етемін. Өйткені олар кішкентай кезінен бері дос, әрбір сыныпта оқиды. Жақсы. Тағы да ой қосатындар бар ма? Жақсы. Ой осы екінші сұраққа кеттік. Қандай ол адамдардың достығын білесіңдер? Өткен жолы мен сендерге толық ашып түсіндірген болатынбыз, иә? Сол жайлы бейнебаян тамашаладық. Қандай ол адамдардың достығын білеміз? Тез. Ал, қарай. Мен Шоқан Уәлиханов пен Федор Достоевскийдің достығын білемін. 19 ғасырдың соңында қазақ пен орыс ойшылдарының арасында достық нығая түсті. Оның бірі Шоқан Уәлиханов пен Федор Достоевский. Шоқан өз досынан 15 жасқа кіші. Олар достық жасқа қарамайды деп біледі. Шоқан өз ауылына Түркістанға кеткен кезде 6 жыл бойы өз досымен хат алмасып отырған. Шоқан 3 құстадан қайтыс болғаннан кейін Федор өзінің әйелі Достоевскаяға мына сандықты көрдің де, бұл менің досым Шоқанның берген сыйлығы. Мен бұл сандыққа 6 жыл бойы жазған хатымды сақтағаным деп жауап берген. Жақсы. Ал тағы да. Ол адамдардың достығы қайсыда? Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың достығы 1698 жылы Мәскеуде жас ақындар шеру өткен кезде қырғыз ақыны Шолы Мамытов Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматовты таныстырды. Содан кейін ақын мен жазушы айырылмастай дос болды. Тағы да Диана. Шыңғыс Айтматов пен Мұхтар Шахановтың достығы. Қоспанымыз халықтың достығы, ортағалардың достығынан байқалады. Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматовтың үндестігі әдебиетте қосқан дерек достығы ретінде көрсек атауымен қалды. Атауымен қалды. Ал жақсы. Тағы кім? Айзере. Абай мен орыс зиялысы Евгений Михайлис 19 ғасырдың 70-ші жылдарында Семей қоғамдық кітапханасында танысқан. Бұл кездесу жайлы Асан Омаров абайтанушы ғалым өзінің зерттеуінде Михайлис өзіне керек кітапты келіп іздеп тұрғанда абайда сол жерде Толстойдың кітабын сұрап тұр екен. Михайлиске қыр қазағының бұндай кітап сұрап тұрғаны танысып көрініп, ол саған Толстой неге керек деп сұрағанда, маған осы соның кітабын іздеп келіп тұрмын деген жайын айтып, екеуі кітапханадан бірге шығып, әңгімелесіп кетіп, рухани достарға айналады. Жақсы, рухани достарға айналады. Біраз ұлы тұлғалардың достығымен біз танысып екенбіз, иә? Жақсы. Дәптерімізді ашамыз. Ашайық. Бәрімізде дәптер бар ма? Бүгін күн ретінде жазамыз. Қарашаның 15-і. Ол адаммен достығы. 68-ші бетті ашамыз. Қатесіз, әдемілеп жазамыз. 3 күн болын. Sınıf жұмысы. Олы адамдар достығы. Жазып болғандарымыз қалам сағылып қоямыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Білім алушылар, яғни біз бүгін не істейміз? Мәтіннен деректер келтіре отырып, проблемалық сұрақтарға дәлелді жауап келтіреміз, жауабымызды береміз. Өз жауабымызды өзге оқушылармен не істейміз? Салыстырамыз және де талқылайтын боламыз. Сондай-ақ тілдік бағдар бойынша еліктеу сөздердің мәтіндегі қолданысын түсінетін боламыз. Біз тілдік бағдар бойынша өткен жол сіздерге түсіндірген болатын еліктеу сөздер дегеніміз не? Қазақ тілінде еліктеу сөздер бар ғой?
табиғатта ұшырасатын алуан түрлі заттардың құбылыстардың қақтығысында пайда болатын сөздерді еліктеуіш сөздер деп атаймыз. Еліктеуіш сөздер дейміз. Жалпы еліктеу сөздер нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Екіге бөлінеді. Қандай? Еліктеуіш сөздерді жаңа ғана түсіндік. Ал мысалы кім айтады еліктеуіш сөздерге? Мысалы Тарс етті, көрсетті, жақсы. Екінші түрі бейнелеуіш сөздер дегеніміз не? Ал сезім? бейнелеуіш сөздерде табиғатта кездесетін құбылыстар мен заттардың бір бейне көріністері. Мысалы жарық жұрт, Мысалы бейне көріністері. Яғни біз не істейміз? Көзбен көру арқылы не істейміз? Көзбен көру арқылы табиғаттың құбылыстарын бейнелейтін сөздерді біз бейнелеуіш сөздер дейміз. Жаңа айттық, ербең, маң деген сияқты. Жақсы. Олай болса біз балалар оқулығымызды ашамыз, 70-ші бетте 5-ші тапсырманы орындаймыз. Аштық па? Берілген кім оқиды? Диана оқушы берілген. Төменде берілген еліктеуіш сөздерде әуелі дара, сосын қосарлап жұмсап сөйлем құрайды. Сөйлемдер құраймыз, яғни кітаппен жұмыс. Міне 5-ші тапсырма, жеке жұмыс, әрқайсымыз дәптерімізге сөйлем құраймыз. Әуелі дара дедік. Екінші қосарлап қолданамыз. Дескрипторлар, жалпы балалар 3 балл беремін. Мен сендерге мегами әдісі бойынша бағалау парақшаларын тараттым. Білеміз ғой мегами әдісін, не істейміз? Дескриптор бойынша әркім өз-өзімізді бағалап отырамыз. Міне, дескриптор тақтада тұр. Тапсырма бойынша еліктеуіш сөздерді, еліктеуіш дара сөздерге сөйлем құрасақ 1 балл беріледі. Егер қосарлы сөздерге сөйлем құрасақ 1 балл. Және де біз орфографиялық норманы міндетті түрде сақтаймыз. 1 балл берілетін болады. Тез 2 минут уақыт беремін. Еліктеуіш сөздердің астын не істейміз? Жай қаламмен сызып көрсетеміз. Мен дәптеріміз болды. Енді көрдім. Қосар. Vaqt tayyor qoldi. Vaqt tayyor. Kim bo'ldi? Bo'lganlar bormi? Al birinchi Alima o'qi. Qaysi so'zni olding birinchi? Арс ете қалды. Al. Кенеттен ит арс ете қалды. Бұл жерде еліктеу сөз арс. Al. Қосарлап. Көшінің ауласына кіргенім сол еді. Ит арс ете қалды. Жақсы кел тақтаға жаз. Сөйлеміз оламыз. Ал болғандар бәріміз оқимыз. Кімнен бастаймыз? Азияден бастайық. Көшедегі жарық ете қалды. Бұл жердегі еліктеу сөз ашып айтамыз. Көшедегі еліктеуіш сөз жарық. Менің көршінің үйінің жарығы жарық ете қалды. Жарық қыз еліктеуіш пе? Еліктеуіш? Құлағымызбен естиміз бе? Жарық көріп көреміз. Бейнелеуіш. Күмп етіп жер дірілдеді. Дара. Қазан күмп етіп қайнап ас дайын деді апам. Қайталап оқимыз. Қайсы дара, қайсы қосарлы? Дара. Күмп
Кырс ете қалды, 53 дара. Жақсы. Тоқтардың сөйлемі. Айдос жаңалықты естіп мырс күлді. Бөлменің ішінде мырс еткен. Қайсы дара, қайсы қосарлы өтеді? Мырс Дара, мырс күлді. қосарлы. Бұнда жұлдызлап жарқ етті. Даладан ажаға жарқ етеді. Жарқ дара сөз, жарқ Қосарлы. Қатты дауыстар самал селк етіп қалды. Кейбір үзінден жігіттер селк етіп келді. Жақсы, арай. Еттер сөздері. Оның ішінде сөз, тырс-тырс, қосарлы сөз. Түнде даладан тырс-тырс еткен дауыс шықты. Жақсы, Алима, сөйлемін жүр. Камер. Ас етіп көреді. Бұл жерде ерте сөз. Ас. Күрделі жазбадың ба? Онда өзіңе бір бал. Самардың үйінде ас етті. Азаматтың үйіне кіргенде тарс етті. Жақсы, оқымағанда Асия. Баласы жаңалықтарда естіп мырс күлді. Үйдің ішінде мырс еткен дыбыстар естілді. Мырс дара, мырс қосарлы. Бір ғана өзіңе бір бал. Азамат, сен оқышы. Суға секірген барқақ салып дыбыс шығарды. Жел соққанда жапырақтар жел тұрды. Сенде екеуі де қосарлы, дара жоқ, сондықтан бір бал. Кенеттен ит ас ете қалды. Көршінің ауласына кіргенім сол еді, ит ас ете қалды. Ерке сөздер дұрыс па, Алиманікі? Дұрыс қой. Ал Арайдікі, Арай өзі оқысын. Түнде даладан тырс-тырс еткен дауыстар шықты. Тас жерге тырс етіп түсті. Қосарлы сөз тырс-тырс, дара сөз тырс. Арайдікі дұрыс па, балалар? Жақсы. Жақсы. Әркім өз бағасын бояды ма? Алдымызда маркерлер тұр, маркермен әркім өзін бояйды. Қарай кеттік. Жұптық жұмыс. Бірінші жұп Айзеремен Айзада, Нұрымжанмен Бексұлтан, Араймен Жандарбек. Екінші жұп, үшінші жұп. Екеуің, екінші жұп, сендер үшеуің, үшінші жұп. Түсінікті ғой? Екінші жұп, Алима, Диана үшеуің, үшінші жұп. Түсінікті ғой? Азамат, сендер үшеуің, үшінші жұп боласың. Ал жұп тапсырмаларды бәріміз тақтаға қараймыз, түсініп алайық. Түсініп алайық. Бірінші жұптың тапсырмасы. Дос табу қиын, ал оны сақтау одан да қиын. Диалог құрастырамыз. Тез. 1 минут уақыт берем. Бірінші топ бастадық. Екінші топ. Екінші жұп. Синхроен әдісі. Білеміз ғой? Бірінші топ дос сөзі, екінші топ ақын сөзі, үшінші топ адам сөзін аламыз. Бір сөзді. Бір зат есім, екі сын есім, үш етістік, бір сөйлем, бір синоним. Екінші топ бастадық. Үшінші топ. Тұжырымдамалық карта. Үшінші топ. Үш адамнан болғандықтан кішкене күрделі. Көру арқылы жасалған бейнелеу сөздерге 5 мысал. Есту арқылы жасалған еліктеу сөздерге 5 мысал. Дара және күрделі сөздер. Тез ашып айтатын боламыз. Тез бастадық. 2 минут беремін. Тапсырма қиын емес. 33 кетті, 35-те тапсырманы аяқтаймыз. Осы жұптық тапсырмалар бойынша арамызда дескриптор құрай алатын оқушылар бар ма? Дескриптор не екенін білеміз ғой? Тез. Ал кім айтады? Кімге қай тапсырмаға қанша балл берсек болады? Балалар. Орфографиялық норманы сақтау 1 балл. Ал тағы да тез. Дескриптор құраймыз, балалар. Тағы да? Тұрғайды. Тапсырма. Ал 2 балл берді самғат. Ал тағы да? Диана. Ауызша тапсырмаға 2 балл. Ауызша ойын жақсы толық жеткізе алса. Тапсырманы ережеге сай орындаса 1 балл. Жақсы. Ал енді дескрипторын көрейік, балалар.
балл бердім, себебі оңай. Ережеге сай тапсырманы орындасақ 1 балл, өз ойын ашық жеткізе алса 1 балл. Бастап тез-тез. Диалог не екенін білеміз ғой? Тыныс белгілерін дұрыс қолданамыз, е? Сендер үшеуін бірге ойлайсыңдар. 500 тез-тез сендер кішкене бірге ойлайсыңдар. Адам істейді. Адам қандай? Адам істейді. Жас. Істейді адам. Сендер қандай сөздер екенсіздер? Екеуің қамысты өтінен ақын қандай? Ақын қандай? Жақсы тағы. Қандай деген сұраққа жауап беріңіз. Жақсы. Қандай ақын? Қандай болады? Ақын қандай болады? Мейірімді алып. Үшінші ақын істейді. Сендер қандай? Дос сөз ма? Дос қандай? Уақыт аяқталды. Болды, доғырамыз. Диалог дайын ба? Бірінші топ. Бірінші жұп. Диалог дайын ба? Бірінші топ. Бірінші жұп. Транс жұп. Ал, тез-тез. Менде бәрі жақсы өзім қалайсың. Сенің ойыңша дос табу қиын, ал оны сақтау одан да қиын екенін білесің бе? Мен солай ойлаймын, себебі қазіргі адамдар көбінесе сенің ішкі жан дүниең емес, тек келбетіңе, сенің байлығыңа, сенің қалай киінгеніңе қарайды. Дұрыс айтасың. Мен достың келбетіне қарамаймын, оның ішкі жан дүниесіне мән беремін. Жақсы. Ал, келin. Қалайсың, Нұрсұлтан? Сен өмірде қандай достар таптың? Мен өзіме өте көп дос таптым. Өмірде адал дос табу қиын ба? Жақсы, отыралым. 1 балл. Сәлем Қадырбек. Сәлем достың не екенін білесің бе? Әрине білемін. Дос ол сенің бауырмашыл, өзінің бауырындай болып кеткен адам. Бірақ қазіргі заманда адал әрі әділ досты табу өте қиын. Жақсы, жарайсың. Ал, екінші жұп тез-тез қай сөз беріпсің қойын? Тез-тез жылдамдықтан. Зат есім дос, сын екісін есім дос қандай? Дос не істейді? Ал, жетістік? Сөйлем құрамадыңдар ма? 1 балл отырыңдар, жақсы. Толық емес. Ақын сөзі ал. Зат есім ақын. Сын есім. Екі сын есім. Жоқ. Екі сын есім. Жақсы және мейірімді ал. 3 жетістік. Жазады, айтады, оқиды. Сөйлем жазыңдар ма? Жақсы, онда 1 балл. Үшінші. Қандай сөз берілді? Адам. Адам қандай? Ақылды да адал және тәртіп. Адам Жақсы. Тіршілік иесі. Жақсы, 2 балл. Екеуіне 2 балл. Үшінші жұп басталып. Үшінші жұп.
Тез еліктеу сөздер. Сіздер дайынсыздар ма? Бастайық. Еліктеу сөздер ас, біз, тас, Жақсы. Бейнелеу сөздер. жалт, жоқ, жерге, жаңбыр жұлдыз, қалт, Баста дайынсыз ба? Дайынсыз ба? Неше жаздыңдар? Оқимыз. Онда сендерге үшеуіне бал жоқ. Дайын емессіз ба? Дайынсыз ба? Жақсы, онда бал жоқ. Мына топ. Үшінші жұп. Дайынсыз ба? Тұрамыз. Екеуін тұрамыз. Ал. Бірінші топ. Бексұлтан. Дара сөздер. Еліктеу сөздер ма? Еліктеуіш. Бейнелеуіш сөздер ал. Өзің ғана жаздың ба? Ал, айтатын үшті. Күбір. Шысын. Еліктеуіш сөз. Жақсы. Сізге екі бал, екеуге бал. Келесі тапсырма. Топтық жұмыс балалар. Сергіту сәті. Тақтаға қараймыз. Ортол әдісі бойынша мына жерде еліктеуіш бейнелеу сөздер аралас берілген. Соны не істейміз? Орнына тез жайғастыратын боламыз. Дайынбыз ба? Ал кім келеді? Тез Айзере. Қалағаныңды Айзада. Мен өзім шақырамын, кететінген уақыт жоқ. Кел, Дамир. Біреуіне ғана. Айзада орнына бар. Азамат келе ғой. Кел, Албек Сұлтан. Азамат кел. Екінші топтан Нұрсұлтан, Мерей, Самғат. Бұдан. Шықпағанда шығады балалар, е? Кім шықпады? Тағы екі оқушы керек. Ибраимға кел. Көкемайына кел. Кел, қатеңіз. Кел ау. Жалт, жұлт. Бейнелеуіш па, еліктеуіш па? Өте дұрыс айтасың, Дамир. Салдыр гүлдір, кім келеді? Ағыр кел. Тез. Салдыр гүлдір. Салдыр гүлдір бейнелеуіш па? Еліктеуішке біреуін қате жіберіңдір. Ал, ербең. Қатемізді тексерейік. Бір шыр, қытыр, тарс, дұрыс. Ал бөліп, ербең, бізде бейнелеуіш сөзде тұрады. Бейнелеуіш сөзде бір қате кеткен бізде. Жақсы ма? Жақсы. Үшінші топқа дайындаламыз. Үшінші тапсырмаға дайындаламыз. Топтық жұмыс қалалар. Топтық жұмыс. Қазір тапсырма түсіндірем. Ортадағы дүниелер кішкене топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші отырамыз. Топтық жұмыспен. Екі мәтінді оқып, мен сіздерге қазір міне екі мәтінді таратамын. Екеуі екі түрлі мәтін, айма. Екі мәтінді таратамын. Оқимыз, салыстырамыз. Айырмашылықтарын табамыз. Екі бағана бөліп жазатын боламыз. А мәтіні, Ә мәтіні. Дескрипторлар 5 балл бердім. Неге? Өйткені топтық
топқа 3 түрлі проблемалық сұрақтар бердім. Ауызша жауап бересіңдер. Екі мәтіннің айырмашылықтарын табасыңдар. Біреуін тапсаңдар 1 балл, екінші баған екінші мәтінді тапсаңдар 1 балл. Сондықтан 2 балл жалпы беріп отырмын. Мәтіндердің тілдік ерекшеліктерін талдау жасайсыңдар. Бізде әсіресе БЖВ, ТЖВ тапсырмаларында осы тапсырмадан біз естиміз, кішкене қиналамыз. Сондықтан мен ашық сабаққа осы тапсырманы алып отырмын. Тілдік ерекшеліктер не екенін мен сіздерге айттым, түсіндірдім. Оған да 2 балл беріп отырмын. Себебі А мәтініне тілдік ерекшеліктерін табамыз, әрі Ә мәтініне табамыз. Жақсы ма? Біреуін ғана тапсақ 1 балл, ал екеуін де тапсақ 2 балл алатын боламыз. Мынау А мәтінін кесте 2 бара беріп оқып таныс боламыз. Қазір барамыз. Мәтін не туралы? Түсініп оқимыз. Оқып болған соң ғана естіміз тапсырманы орындаймыз. Ойымызды ашып, еркін, жеткізе аламыз.
алганда ар качан жанымдан табылатын колдайтын дос деп түсүнөм. Ал менен адал дос келгенде ар качан да жаныңдан табылат жана өз өзүңдүн колу ол сени ар качан да колдойт деп түсүнөм. Мәтіндегі айырмашылығы біздің әйгілі жазушымыз Мұхтар Шаханов туралы, Шыңғыс Айтматовпен Мұхтар Шахановтың достығы туралы және екі ақын жазушы бірігіп көш басындағы аңшының зары атты кітап шығарғаны туралы айтылған. Мәтінінде Мәтінінде бұл жазып үлгермеңіздер. Жақсы. Ал тілдік ерекшеліктері? Тілдік ерекшеліктері мәтінде не қолданған? Зат есім Мұхтар Шаханов, Шыңғыс Айтматов кітап. Мәтінде аллитерация. Аллитерация дегеніміз не еді? Әдебиет бойынша терминдер. Аллитерация дегеніміз не еді? Кім айтады? Сөйлемегендер. Аллитерация дегеніміз не? Барлық. Иә. Қатар бір Қандай дыбыстан? Дыбыстан қайтқан. Дыбыстан қайтқанын біз аллитерация дейміз, иә? Жақсы. Ал бірінші топқа кері байланыс. Бірінші топқа екінші топ кім кері байланыс береді? Екінші топтың ішінен. Тез. Үшінші топтан немесе кері байланыс. Уақыт жоқ болайық. Қоңырау соғады қазір. Бәрін түгел ойын анық жеткізе алды ма? Қалай береміз кері байланысты? Боламыз тез. Ал тұрып сөйлейік. Тұрып сөйлейміз. Кері байланыс. Алима. Арай айтамын. Мен мәтініне берілген өлеңде не туралы қандай мән мағына бар екен жазуға болатын еді. Жазуға болатын еді, иә? Жақсы отыра қойды. Ал бірінші топ енді сендер мұқият тыңдап отырмыз, кері байланыс береміз. Екінші топ кері байланыс берген балаға да мен бағасын қоямын. Екінші топ тез. Үшінші топ айтатын сөздерім кері байланыс. Ал дұрыс тұрамыз. Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматов қандай достар? Бұлар жастайынан ұлы тұлғалар Құдай қосқан достар. Білек іздей бұлар деген мәтін. Ал екі мәтіннің айырмашылығы сөйлемеген оқушылар сөйлесін тез. Мәтінінде Мұхтар Шаханов пен Шыңғыс Айтматовтың достығы жайлы жазылған. Екеуі көз басындағы аңшылық зары атты кітап жазған. Осының өзін керемет достық деп айтуға болады. Мәтінді кім айтады? Досты дұрыс қандай білуді үйретеді. Адам өз досына өлең айтып жатыр. Мәтіннің өлеңін аттап білген. Мұқаның өлеңі ал тілдік ерекшеліктен сөйлемеген оқушылар. Зат есім, жалқы есім, сын есім. Жақсы. Ал Нұрымжан? Аллитерация, зат есім, бұл мәтінде сұрақ белгісі, не белгісі, немесе қолданған. Ал жақсы. Ал кері байланыс дейсіз екінші топ. Ойын толық жеткізе алды ма? Ал Айзада? Және мәтіндегі тілдік ерекшеліктерінде дәлел болған жоқ. Тек осындай бар деп дұрыс. Дәлелмен жазу керек. Зат есімді таптық, бірақ дәлел таба алмады. Жақсы, өте жақсы кері байланыс. Үшінші топ тез. Кері байланысқа балалар телефондарын дайындап қояйық. Бірақ бірінші мына топты тыңдап алайық. Кері байланыс Айзада сияқты ойымызды ашпайды. Сұрақты Мұхтар Шаханов туралы мәлімет берген. Бұл мәтіні бізге Шыңғыс Айтматов деген қазақ мәдениетіне жақын бөлек сондағы. Бізде мәтінде Мұхтар Шаханов туралы мәлімет берген. Мәтінде өлеңнің авторы Мұқағали
Айтматов және әуезов, иә? Бұл бізде жалпы есімдер. Ал әмәтін кім оқиды? Досым болған десем досымнан, досыма сыйлас қымбатпын. Досың артында дос десем, досыммен ғана қымбатпын. Досым болам десем, мендегі доспен достасым бұлай кетті. Мен барлығы 3 көлемде даже демасам. Жақсы, ал өте дұрыс. Кері байланыс. Кері байланыста Айзадан басқа ешкім кері байланыс бермей ма? Ал Айзада? мәтінде риторикалық сұрақ болды. Бірақ оны жазуды ұмытпайсың. Дәлелдер тағы да Дәлелдер толтыру. Жақсы отыра қойыңдар. Ал соткаларымызды ашамыз балалар. Бүгінгі тақырып бойынша кері байланыстарымызды жазамыз.